Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді картофельная лепешка дайындаймыз. Бұл видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма да, инстаграм парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі алда да өте көптеген рецепттер шығады. Және де осы видеоны қолдап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бізге керекті заттар: 6 дана картоп, одан соң көк пияз, одан соң 1 дана жұмыртқа, енді тұз және де бұрыш керек яғни. Одан кейін шанышқы және де кішкентай ғана чайный ложка қажет. Бірақ чайный ложка маңызды емес, қатты кішкентай, ол бәрібір. 1 дана жұмыртқамызды бірінші ыдысымызға салып аламыз. Одан соң бұрыш саламыз, яғни қара бұрыш. Оны осындай ненің көмегімен салсаңыздар болады. Өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізге байланысты саласыздар бұрышты. Одан кейін тұзды бағанағы біздің чайный ложканың жартысындай салсаңыздар болады. Оны салып болғаннан кейін шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамызды міндетті түрде ұзақ уақыт бойы араластырған жөн. Сонда ғана өте дәмді әрі күшті болып шығады. Осылай араластырып аламыз. Бұл рецепті міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, себебі өте оңай әрі тез жасалатын тағамның түрі. Бір сөзбен айтқан кезде таңғы асқа дайындалатын тағам. Мінекей, енді біз көк пиязымызды майдалап тураймыз. Міндетті түрде майдалап турау қажет, сонда ғана бізде үйлесімді әрі сондай дәмді болып шығады. Енді көк пиязымызды жұмыртқалы массамызға саламыз. Одан соң жақсылап осы шанышқының көмегімен араластырамыз. Міндетті түрде араластыру қажет, себебі жұмыртқалы массамызға біздің осы көк пиязымыз сіңіп, сондай бір дәмді, үйлесімді дәм шығару үшін осылай жасап алғандарыңыз жөн. Және де біз бағанағыдан қалған, ортасынан бөлгенде қалғанды турап салып аламыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің бағанағы картоптарымызды жуып дайындап алыңыздар міндетті түрде. Қазір енді табамызға майды құйып қыздырып қоямыз. Және де сол уақытта картопты үккіштен өткізе бересіздер. Мен 3 картопты бірінші үккіштен өткізіп аламын. Одан соң бағанағы қызып тұрған үстіне саламыз. Одан соң бағанағы жасап алған жұмыртқалы массамызды құямыз. Оның үстінен қайтадан 3 картопты өткізіп аламыз. Міндетті түрде мына уақытта бетін жауып қойыңыздар. Одан кейін барып қайтадан біздің бағанағы 3 картопымызды үккіштен өткізіп саламыз. Міндетті түрде картоптың суын сығуды ұмытпаңыздар. Енді бетін жауып қоямыз. Мінекей достар, бізде өте дәмді картофельная лепешка дайын болды. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Рецепттерді жіберіп алмаңыздар.